Сәлем достар, Фаридне Утака World арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте күшті таныстырылу болатын болады, обложкадан көргендеріңіздей. Және де бұл видеоны до конца көріңіздер, себебінде мені танып қалуларыңыз мүмкін. Сол үшін соңына дейін көріңіздер. Сәлем достар, бұл менің жаңа арнам Фаридне Утака. Мен бұл жерде сіздерге жақсы күшті видеолар түсіретін боламын. Менің еңбегімді бағалап, қолдап, лайк басып тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар және пікір жазыңыздар. Сіздерге бүгін қайғылы да, қуанышты да жаңалық айтатын боламын. Мені танитын болсаңыздар, Фаридне World арнасын білесіздер. YouTube-қа кіріп жазсаңыздар да болады. Ол кезде тек бір-ақ арна шығады. Осы арна шығады. Бұл менің бірінші арнам болатын. Көбісі осы арнадан таныған, мені бәрі жақсы көреді. Енді осы арнадағы көрермендерім, осы менің жаңадан ашқан Фаридне Утака каналыма да тіркеліп кетіңіздер. Себебі қазір сіздерге бәрін айтамын. Менің бұл бірінші каналым, ол бір жағдайға байланысты жойылып кетті. Менің телефоным бір бәле болды. Сосын мен бүткіл телефонымдан құжаттарды және осы арнамды жоғалтып алған болатынмын. Мен қазір оның Gmail'ында білмеймін, паролін да ұмытып қалғанмын. Сол үшін оны қайтара алмадым. Мен негізі ол арнада 8 либо 9 күнге жоғалып кеткен болатынмын. Неге жоғалды десеңіздер, сол аккаунтымды қайтару үшін мен көп тырысқан болатынмын, кейде жылап та алған болатынмын. Енді соны таба алмай мен бүткіл жерден қарадым, бірақ мен Gmail білмегендіктен бәрібір де ол аккаунтқа кіргізбейді. Қалай кіргізетінін білсеңіздер, Gmail'сыз, парольсіз қалай кіргізетінін білсеңіздер, комментарияға жазып кете салыңыздар. Мен негізі осы Фаридне жабылып қалғаннан кейін мен қатты депрессия болдым. Менде қатты Токабука түсірге вообще үмітім қалмаған болатын. Сіздерге қайттан негізі YouTube тастаймын деп ойлағанмын. Бірақ сіздердің мені қолдаған адамдар көп болатын, бірақ подписчиктерім емес, үйдегілер, мысалы басқа да, солардың қолдауымен мен сіздерге түсіріп отырмын. Бірақ та актив болмаса, мен бұл аккаунтты да жауып тастаймын және Токабука түсірмеймін. Солай шештім. Өткенде мен бірінші арнамнан қатты үмітім өшті. Сіздерді сағындым. Біреулер бибігүлді салыш деп жазып жатыр, мен оларға ответ бере алмадым, потому что мен ол аккаунтқа кіре алмаймын. Сол себепті сіздерге барлық шындығым осы. Сосын мені қолдап кетіңіздер. Егер де қолдау болмаса, мен әрине үмітім сөнеді. Өткен бірінші арнамды қимастықтай болып отырмын. Одағы бүткіл көрермендер маған жазған жылы сөздері, топ деген сөздері де маған қатты ұнайтын. Барлық видеомды мен шын көңілмен салатындығым. Сіздерді қазір баршаңызды сағынып отырмын, қайттан келулеріңізді сұраймын. Енді менің жаңа арнам осы Фаридне Утака. Осы жерде мен бірінші арнамда бітпей қалған серияларды бітіретін боламын. Бірінші арнам емес, осы арнама келіп тіркеліп күшті сөздер жазсаңыздар, менің көңілім көтеріліп қалатын болады. Осы сіздермен барлық шындық. Ал сен неге бұрынғы атыңды қолданбадың? Негізі неге Фаридне World'ты қолданбадың деп ойласаңыздар, мен барлығын басынан бастаймын. Жаңа Токабука түсіремін деп өзіме шешім қабылдадым. Және де бұрынғы нәрсені еске алатын болсақ, өте өкінішті. Және де мен новый авой ауыстырып солай істедім. Яғни бұл менің жаңа бастамам деген секілді. Мен бірінші арнамды маған берілген сынақ деп ойладым. Себебінде сен осы сынақтан өт, сосын сенің шынымен де аккаунт ашасың деген сияқты нәрселерді қуып өзім ойымша істеп алдым. Өткенде де өзімді жұбатпасам, мен Токабука түсіре алмайтын едім. Солай мен сынақ деп ойладым. Кейін осыдан ұтылғанмен бәрібір де дамып кетемін деген ойда болдым. Барлық блогерлерді мен ойламаймын, что барлық блогерлер бір аккаунтынан бастап дамып кетті дегенді. Екінші аккаунт, оның да аккаунты кеткен шығар банға, мысалы банға өшіп кеткен, біреу тартып алған. Сол себептен мен осылай шешім қабылдадым. Всем пока.